ер жетіп адам болуын қалайды. Анаға одан артық тартудың қажеті жоқ. Адам бар ма? Ана сүтін татпаған, алуан ауыр сырды аттаған, адалдықты, ар намысты сақтаған, мен ананың сонысы мен. Балапандарым, жанымның жарықсыңдар, жүрегімсіңдер, менің бар тамырымсыңдар. Балапандарым, қиындық келсе, төзімімді жандырғансыңдар. Балапандарым, сендерсіңдер, қандай қиындық болса да, сендермен бірге бүкіл өмірімді гүлдендірген балапандарым. Балапандарым, дем берер оттерімсіңдер. Сендерде ғана күш, қуат, көктемім бар, гүл бағым көктемімсіңдер, ана болуды үйреткен мектебімсіңдер. Жылуын жүрегінің аямаған сенсің ғой. Шығармашылығын қабыл алыңыздар. Мен бүгінгі 8 март аналар мерекесімен құттықтаймын. Және де өзім жаным өзім анашымды шақырсам деймін. Сөйлемді өшеде барлық аналарға арнаймын. Айымсың ғой, жарық болған түнімді, жұлдызымсың, көріп кеткен көгімді. Алладан сұрап сенің денсаулығыңды, атырдым әрбір таңымды. Қымбат жансың, мен үшін ең асылсың, Аллам сені жамандықтан қашырсын. Әкемменен мәңгі бақыт жолында, жастарыңды жүзен дағы асырсын. Барлықтарыңызды халықаралық әйелдер күні құттықтаймын. Барлықтарыңыздың құрметтеріңізге аппағым әнін орындап береді. Анашым, асланам, есланам. Елжіреп, есіркеймін, есіме алам. Мен үшін сен суатқан ақ сүтіңді, ақтамасам, боп жүрмін, несіне адам. Ортаға Насырбек Шолпанның ана туралы монологын қабыл алыңыздар. Анашырақ, ұрпағымен жағылған, өз анасын бар періште сағынған. Құдіретін сезінгендер бас иіп, ана деген үш әріпке бағынған. Аман болса, ана деген ардағым күндей болып, нұрланады жан-жағым. Қуанышпен бар қайғысын өмірдің, ана ғана көтереді салмағын. Ана деген жылағанда жұбатқан, ана мөлдір жаралғандай бұлақтан, қорған болып аймаласа перзентін, тәңірінен амандығын сұратқан. Ана деген дүние құсын төрт бөлген, ана ғана өткізеді өткелден. Жадыратса жазда етіп жаныңды, шуағызды аумайтұғын көктемнен. Анан болса жүзіп өтер кемен бар,
Айман, қалай ойлайсың? Жоқты бар, ашты тоқ ететін кім? Жоқты бар, ашты тоқ ететін ол ана. Анасыз бала ұйықтамайды, ана үйдегі бақ, әке отыратын тақ. Ана ақылды болса, үйдің қуанышы, әкенің жұбанышы. Ананың қоғам өміріндегі алатын орны үлкен. Ана перзент тәрбиелеуші, ана қызметкер, ана ғалым, ана ғарышкер, ана зейнеткер. Сондықтан да балар, әркім өз анасы жөнінде толғанады, ойланады, сағынады. Ортада Зикірлі Аружанның өз шығармашылығы. Өз шығармашылығымды бастамас бұрын мені осы дүниеге әкелген, мені қатарынан кем қылмаған, менің өмірімдегі бар байлығым өзімнің анама арнағым келеді. Және осында отырған аналар құтты болсын мерекеңіз. Аналар құтты болсын мерекеңіз. Көбейсін шаттықпенен берекеңіз. Алланың қалауымен аман жүрші, біз бүгін ана жайлы жүретеміз. Сан жылдар мәпелеген аялаған, біз үшін жандарында аямаған, мыңдаған өмірдегі соққылардан кеудесімен сәбиін саялаған. Періште ана деген мәңгі өлмейтін, сәбиін жүрегінен кем көрмейтін, аналар шая қой бұл дүниенің, дауыл соғып тұрса да бір сөнбейтін. Қартаймашы мәңгілік аналарым, жанымның сүйеніші паналарым, қабыл ал, бүгін саған жыр арнайды, бауыр едің асылың балаларым. Сіздерге өзінің өнерімен, дарынымен өлең жырды шашатын Ақтоқсан Мұсаяға анам шақырғым келеді. Ұстаздар, аналар, мерекелеріңіз болсын. Сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Шолпан. Не дейміз, бақытты болайық, бәріміз аман болайық. Осылар бала-шағамыз аман болсын. Тек қана қуанышты күндерде кездесіп. Айман. Микрофон ұстап тұрсаң. Бүкіл аналардың құрметіне арнаймын. Ұстап тұр апайға. Шолпан сен аузын ұстап тұр.
Бүгінгі күн жер бетіндегі барлық аналардың қуаныш, шаттық мерекесі. Адамзат ең алдымен ана алдында қарыздар. Ана қарыз